Біріккен ұлттар ұйымы электронды үкімет даму көрсеткіші бойынша 2020 жылғы рейтингіге сәйкес Қазақстан 193 елдің ішінен 29 орында жайғасты. Ал ТМД елдер арасында тіпті бірінші орында екені жайлы естулеріңіз бар ма? Қоғамда Қазақстан үкіметі мен Сбер компаниясы келісtirген меморандум қызу талқыланып жатыр. Сонымен қатар, осы тақырыпқа президенттік халыққа жолдауы да тікелей байланысты болып тұр. Аталмыш тақырып аясында сараптап көрейік. Бізбен бірге болыңыздар. Арма алашырты, арнада қара жәшік, сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Үшінші қыркүйек күні Шығыс экономикалық форум аясында Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин мен Сбер компаниялар тобының басшысы Герман Греф еліміздегі цифрландыру саясатын жетілдіру бойынша меморандумға қол қойды. Оның алдында 1 қыркүйекте мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауы кезінде елді цифрлы хабқа айналдыруды тапсырған болатын. Бірақ жолдауда осы салаға қатысты берілген тапсырмалар мәні мен құзырлы министр Бағдат Мусиннің меморандум жайлы түсініктемесі бір-біріне қарама-қайшы болып тұр. Предстоит выстроить принципиально новую архитектуру цифрового правительства. Все IT-инициативы госсектора будут основываться исключительно на новой платформе казахстанского гостеха. Атап айтқанда, мемлекет басшының сөзіне қарағанда, цифрлы үкіметтің жаңа архитектурасын құру керек. Мемлекеттік сектордағы барлық IT бастамалар жаңа құрылатын мемлекеттік тех отандық платформасында негізделуі керек. Ал Мусин мырза болса, Ресей компаниясының платформасында жұмысты негіздеуге ниетті. Во-вторых, мы запускаем Центр цифровой трансформации, в котором все бизнес-процессы госорганов будут пересмотрены и переведены в цифровой формат. В-третьих, необходимо создать платформу взаимодействия национальных компаний с IT-сообществом. Цифровые потребности и запросы квазигоссектора должны максимально обеспечиваться силами отечественных компаний. Сонымен қатар, Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауда елдегі цифрландыру үрдісі бизнес саласына болсын, мемлекеттік қызмет көрсету болсын, отандық компаниялар айналасында іске асыру маңыздылығын тағы да атап өтті. Бағдат Мусин болса, Ресейдің Сбер компаниясына кеңдей жабысып, бір сұхбатында бізге ең ұтымды нұсқа деп айтып отыр. Сонда отандық IT компаниялар мен мамандардың біліктілігіне сенбегені ме? Не басқа компаниялармен салыстыру дәлелдері қайда? Сараптаудың есебін көрсетіп, айғақтар келтіре алады ма? Предстоит создать современные центры обработки данных, которые могут обслуживать соседние страны. Мы должны реализовать свой огромный информационно-телекоммуникационный потенциал. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение. Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части Евразийского региона. 1 қыркүйекте жолдауда осы салаға қатысты басқа да маңызды ой айтылды. Атап айтқанда, заманауи ақпаратты өңдеу орталықтарын құру арқылы көршілес елдерге де қызмет көрсетуге қауқары жету керектігіне назар аударылды. Одан бөлек, еліміз Евразияның басым бөлігінде орталық цифрлы хаб атағына ие болу қажеттілігі айқындалды. Ал цифрлық даму министрі электронды үкімет даму көрсеткіші бойынша Біріккен ұлттар ұйымының рейтингісінде елімізден төмен 36 орында тұрған Ресейдің көмегімен аталмыш межеге қалай жетпекші? Не біздің қаржатымызға салынатын жүйені ертең Ресей пайдаланбақ деген ойы бар ма? Экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году должен достичь как минимум $500 миллионов. Президентіміз Тоқаевтың жолдаудағы болжамы бойынша цифрлы саладағы тауар мен қызмет көрсету экспорт көлемі 2025 жылға қарай кем дегенде $500 миллион жетуі керек. Ең қызығы, Мусин таратқан ақпаратқа сәйкес Қазақстандағы цифрлы трансформацияны іске асыру үшін шамамен тура осы $500 миллион қажет. Бұл сандар сәйкестігі не жасырынды ой бар ма? Цифрлы министрдің сөзінше, бұл қаражат толығымен Ресей компаниясына төленбейді. Тек олар бізге оңтайлы шешім тауып, архитектураны құрып, толығымен бізге қайтарып сатып алу үшін дейді. Қорытындылай келгенде, министрдің сөзінше,
Осы жобаға отандық мамандар қатысады да қазақстандықтардың дерегі басқа елдің қолына түспейтініне кепілдік беріп жатыр. Бірақ басқа тараптан елдің сарапшылары мен мамандары өз ойларын айтып, қарсылықтарын білдірді. Мен IT маманы болмағандықтан, оның басқа тұстарына үңілмеуді жөн көрдім. Дегенмен, алдағы шығарылымдарда осы тақырыпқа қайта келетініміз сөзсіз. Мені әзірше осы меморандум мен жолдаудың бір-біріне қарама-қайшы болып тұрған тұстары алаңдатып отыр. Бұл министр Мусин тарапынан саботаж емес пе? Пікірлеріңізді білдіріп, лайк басып, каналға жазуды ұмытпаңыздар.